Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай дәмді лимонный пирог дайындаймыз. Ол үшін ұнымызға маргаринімізді алып, осындай үкіштен өткізіп аламыз. Крошка дайындап алғаннан кейін үстіне қантымызды саламыз. Жақсылап араластырып, қаймағымызды саламыз. Жұмыртқаларымызды біртіндеп жара отырып, сұйық маса мен құрғақ масамызды осылай араластырып, қолымызбен қамыр илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ болады. Оны салафанға салып, бәрін біріктіріп, тоңазытқышта 15-20 минутқа тындырып аламыз. Қамырымызды екі бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін салафанға салып қойып, екінші бөлігін осылай ұнның көмегімен жұқалап жайып аламыз. 3-4 лимонымыздың сыртын қабығын аршып тастаймыз да 3-4 бөлікке бөліп, үстінен біраз су құйып 15 минут газда қайнатып аламыз. Лимонымыздың суын сүзіп алып тастаймыз да, лимонымыздың үстіне қантымызды салып, блендермен бір келкі масса жасап аламыз. Одан кейін шай қасықпен 3-4 қасық шай қасық крахмал, яғни кукурузный крахмал, жүгері крахмалын салып, оны да жақсылап араластырамыз. Пешімізді алдын ала 180 градусқа қыздырып қоямыз. Қамырымыздың үлкен бөлігін жұқалап жайып, осылай формамызға орналастырып, үстіне салмасын салып, екінші бөлігін осындай әдемілеп кесіп, жұмыртқаның сарысын жағып, 30 минут пісіріп аламыз.